Бірінші сәуір. Ол қандай күні ішіңіз? Қандай күн? Бірінші сәуір егер Қалжың күні, иә әрине қалжың күні. Иә. Сендер Америкада бірінші сәуір қалжың күні тойлайсыңдар ма? Иә, ал осында тойлайды ма? Иә. Әдетте не істейді? Қалжың істейді ме, жасайды ма? Иә, әдетте сондай әркім достарына хабарласып, өзінің отбасына, туыстарына хабарласып, кішкене бір қалжыңдар айтып, кішкене бір өтіріктер айтып, адамды таң қалдырады. Иә. Солай да Америкада, мысалы, мен досым бір қызық әзілқой бір қалжың жасады. Ол өзің жаңадан кездескен қызбен, дұрыс па? Ол оға үйленуге ұсыныс жасады. Ал олар тек қана 2 ай бұрын кездесуге бастады, кездесу бастады. Ал ол қатты таң қалып, ерте ғой, мен үйленуге дайын емеспін, солай айтты. Деп уайымдады ма? Уайымдады, қатты уайымдады. Ал содан кейін 1 сағаттан кейін қалжыңдаймын айтты. Өте қызық болды. Мүмкін ол кішкене ренжіді, білмеймін, бірақ анда-санда солай прикол, солай қалжың жасайды. Қазақтар олай жасамайды. Кездеспей бірден алып қашып кетеді. Мүмкін. Сол алып қашып кеткеннен кейін қалжың деп айтпайды. Иә, ол өте қорқынышқа. Рахмет. Жақсы.